желтоқсанның 35 жылдығында халықаралық конференция болған кезде халықаралық дәрежеде келген сарапшылардың өздері мойындаған бұл көтеріліс. Осы көтерілістің нәтижесінде посткеңестік мына кеңестік республикалардағы елдердегі Совет одағындағы тоталитаризмнің жойылуына бастама болған, кейіннен Бакудегі көтеріліске, онан кейін Прибалтика елдеріндегі ұлт-азаттық қозғалысына, тіпті анау Польшадағы солидарность қозғалысына, Германиядағы Берлиндегі қабырғаның құлауына, соның бәріне бастама болған оқиға ретінде бұны халықаралық дәрежеде желтоқсан көтерілісі деп мойындады. Сондықтан ғалымдар айтып жатқаннан кейін солай деп айту керек шығар деп ойлаймын. Енді Ақ жол партиясы осы желтоқсан оқиғасына көтерілістің мәртебесін беру туралы бастамасын 2012 жылда бірінші рет жариялаған болатынбыз. Біздің ойымызша бұл жай анандай даладағы не сияқты, төбелес сияқты кездейсоқ болған оқиға емес. Ол нағыз осы ұлттық азаттық көтеріліс деп атауға мойындауымыз қажет. Мен сол себептен бұндай бастаманы қолдаймын. Бұл негізі біздің қазіргі тәуелсіздігіміздің ең алғашқы қарлығашы сол желтоқсанның көтерілісі болды ғой. Сондықтан ешқандай мына жерде мен ешқандай кедергі байқаған жоқ. Мағынасы бір шығар. Ол болған оқиға, көтеріліс болған, ол көтеріліс сол кездегі жастар, студенттер алаңға өздерінің пікірін, наразылығын көрсетіп шықты. Соның біздің тарихымызда көптеген көтерілістер болды, тәуелсіздік үшін. Соның бір айғағы өзіміздің ел, өзіміздің қазақ. Қалай атағанбыз, оқиғаға ма, көтеріліс пе? Қазір мен былай айту керек, или былай айтып кесіп айта салмаймын. Себебі оны нақты шешіп қабылдау керек болса, жаңағы дөңгелек стол жасап, пікір алмасып, жаңағы тарихты білетін осы адамдармен бірлесіп отырып шешкен дұрыс шығар еді қазір. Жолдың үстінен тоқтай қалып, онда былай болсын или былай болсын деп айта салған дұрыс болмас. Кез келген мәселенің шешілуі үшін оның басты мәселесі атауында жатыр деп ойламаймын. Өйткені ертең бұл атауды өзгерткен кезде оқиғаға берілетін, бұл енді атауда емес, бұл оқиғаға берілетін баға ғой. Сол өзгерген кезде не өзгереді? Біздің аса қадірменді желтоқсаншыларымыздың өмірі не, болмаса олардың басқа да бір әлеуметтік болсын, басқа да осы қосымша қолдауға ие бола ма, сондай оның астарлы аспектісі бар ма, жоқ па? Міне осы өте маңызды деп ойлаймын.